Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода керемет дәмді таңғы ас шакшуканың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: бір помидор қажет болады. Үлкен бір помидор алдым, болгар бұрышы, үлкен болгар бұрышының мен жартысын алдым. Орташа көлемдегі пияз, жұмыртқа, бір ас қасық томат пастасы, тұз және де сұйық май қажет болады. Біз пиязымызды видеода көрсетілгендей ұсақтап, майдалап, турап алатын боламыз. Осылай кубиктап, майдалап, турап аламын. Болгар бұрышымызды пияз сияқты майдалап, ұсақтап, турап алатын боламыз. Осылай мінекей турап алдық. Помидорымызды біз үккіштің көмегіменен теркімізбен өткізіп алатын боламыз. Блендердің көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Енді отымызға біз тапамызды қойып, сұйық майымызды табамызға құямыз. Және де қызып тұрған майымыздың үстінен пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Біздің пияздарымыз кішкене 10-15 минуттай тұрып, жақсылап қуырылуы қажет. Жұмсарып, кішкене сарғайып, пісуі қажет. Үстінен болгар бұрышын саламыз. Ұсақтап туралған болгар бұрышымызды 5-10 минуттай ұстаймыз. Осылай мінекей қуырылды. Енді осының үстінен үккіштен өткізілген помидорымыз саламыз. Жақсылап араластырып, 10 минуттай тағы да отымызда қуырып аламыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Дәміне қарай өз қалауларыңыз бойынша қара бұрыш пен паприка қоссаңыздар болады. Және де бір ас қасық томат пастасын қосып, тағы да жақсылап араластырып, 10-15 минутқа тағы да қалдыратын боламыз. Жасалу жолы оңай, керемет дәмді болып шығады. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Және де осының үстінен 70 грамдай қайнаған су құятын боламыз. Міндетті түрде суларыңыз қайнаған болуы қажет. Тағы да бір 10 минутқа қалдыратын боламыз. Осылай мінекей әдемі болып біздің шакшукамыз дайын болып қалды. Араларын ашып, енді үстінен жұмыртқаларымызды шағып алатын боламыз. Қанша жұмыртқа қосасыз өз қалауларыңыз бойынша. Мен 4 жұмыртқа шағатын боламын. Және де үстінен бір шымшым тұз саламыз. 10-15 минуттай қалдырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша толықтай пісірсеңіздер де болады жұмыртқаны. Немесе жартылай пісірсеңіздер де әдемі болып шығады. Менің шакшукам толықтай мінекей осылай пісіріп алдым. Үстінен аскөгімді салып ұсынсақ болады. Біздің шакшукамыз осылай дайын болып шықты. Мен кішкене осындай жидке қылып қалдырдым. Өте дәмді шығады. Астарың дәмді болсын.